Адамзаттың асылы оның әлеуметтік жағдайында емес, жұмыр кеудесіндегі жұдырықтай жүрек екенін арайға қарап ұғындым. Періштедей пәк күлкісінің сыңғыры үйдің ішін қуанышқа бөлеп, өзімен бірге береке кіргізгендей. Тұрардың көңілі үнемі көтеріңкі. Біздерге шай тамағын ұсынып, дастархан басында түйіскен махаббатқа толы көзқарастарына қарай сүйсіндім. Бұл өмірге мансапқа, ақшаға, байлық пен билікке, жасқа қарамайтын махаббат болады деген сұраққа менің балаларым әрине иә деп айқайлап жауап берердей. Нәзік сезімдері самалдай есіп, бір-біріне ынтызар екі жастың шынайы сүйіспеншілігін тіп-титтей қайсар жуып шаятын. Баланы көрсем болды, қаным қараятын. Мазасызданып жылай берсе, келініме көмектесуден бұрын бөлмеме кіріп, жастықты басыма қойып жатып алатынмын. Қашан дүние есігін өз немерем ашқанынша шыдамым таусылды. Күндер өте, Шырын әпке сағынышты үйлендіріп келін түсіретін күнді белгіледі. Жексен екеуміз қуанып, тойға деп жиған тергенімізді әпкемізге бермек болдық. Жанымызда Тұрар мен Арай баласымен жүр. Ең қызығы сол, есікті ашқан сағынышты көрген келініміз өзін нашар сезіне бастады. Түйткілді мәселенің түбірінен бейхабар қайсы біріміз келіннің аяғы ауырлап тегіп бірі қаштау десек, олай болмай шығып, күтпеген жерден ащы шындықтың беті ашылды. Бір-бірінің көзіне тік қараған бауырлар, басы төмен салбыраған келіннің әлде нені жасырып тұрғаны соқырға таяқ ұстатқандай еді. Шырын әпке келінге әзірлеген кит көрпесін, құдалар жаққа арналған тоғыз-тоғызын көрсетіп жатты. Баланың әке-шешесі бел құдасы өздерің ғой деп, әпкемнің сөзін шыңғырып жылаған сәби мен бауырлардың қатқыл дауыстары бөліп жіберді. Тыныштық екен деп қарай қалсақ, қос бауырдың жаға алысып тұрғанына аң-таңбыз. Тұрардың әдепсіздігін алға тартып, бетінен салып қалып ем, балам ызадан жарылардай, бұл менің бауырым емес, еркек емес, ез деп тістеніп сөйледі. Сағынышта сөз жоқ. Арай баласын алып ас үйден шықпай қойды. Ашуға мінген Жексен: «Мына жерде не болып жатқанын түсіндіретін біреу бар ма бізге?» деп Тұрарға күмілжи бар шындықты жайып салды. Арай мен қыз жігіт болып жүре бастағанда әлде біреулердің сүйіктісінің арын таптағанын біледі. Ауыр қайғыны басынан өткеріп, өмірден баз кешуге шақ тұрғанда үйіне келін қылып, некелі жар етеді. Ол аздай құр сүлдерін сүйретіп жүргенде енесінен озбырлықты көп көрген Арай сәбиін кеміс туады. Бәрінен де сүйіктісін қорлаған ағасы екенін білген Тұрардың жанына батты. Бұл масқараны естіп, өсіріп отырған ұлдарымыздың қаншалықты бір-біріне мейірімсіз екендігіне куә болдық. Байғұс Арайды аядым. Келініміздің: «Мен бәріне кінәлімін. Шындық қашанда ащы. Егерде мен бұл отбасыдан кетсем, бәрімізге жақсы болады» деп шешім қабылдады. Шынында да бұл шешім сол кездегі ең дұрыс жалғыз жол еді. Қасқырды қанша бақсаң да орманға ұлиды дегені сағынышқа арналғандай. Аналық махаббатында аямай, бетінен қақпай еркелетіп өсірген бала өз өлімінің соры боларын кім білген. Арайдың көшеден тапқан баласы деп жекіп жүргенім дәл менің опасыз ұлымның ұрпағы. Өзінің немерем болып шыққаны үш ұйықтасам түсіме кірген емес. О Құдайым, тағы да мені қандай сынақ тосып тұр. Сан мыңдаған адамның ішінен неге мені таңдайсың да төбеме қара бұлт үйіресің? Менің не жазығым бар, ей Аллай деп күйіп жүргенінде жолдасында тура жолдан тайып, қартайған шағында қылық шығарды. Тұрар үй бетін көрмей жүрсе қаусаған кәрі шал да жанынан табыла қоймады. Осылайша қарттық бойымды билеген сәтте жалғыз қалдым. Жалғыздық жаныма бір сәт үңіліп, өткенге асықпай көз жүгіртуіме көмектесті. Артыма қарасам, көрмеген азабым мен сүрінбеген сынақтарым жоқ екен. Кезінде жолдасымды сүйіп тұрсам да, енемнің мені қабылдамауы, ұзақ уақыт сәбилі болмауының бәрі де маған сабақ болмаған екен.
перизатты себепкер етіп жылдар бойы күйзелістегі менің күйеуіме деген махаббатымды қайта оятты. Алғаш рет тоқалдың баласын бауырыма басып, мейірімімді төге білгенім үшін маған да ана болу бақытын бұйырды. Уақыт өте келін алып, өзім де ене атандым. Баламды болмашыға қызғанып, жекеменшігімдей көріп, келініммен бөліскім келмеді. Ақыры туған немеремді өз қолыммен кеміс қылып, отбасының ойранын шығардым. Әлемдегі ең сұлу әйелге бар махаббатымды сыйлап, жылы қабаттансам, дәл қазір тіземде емес, немеремді құшақтап отырар едім-ау. Қара басым шытарлыққа басып, бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын екі жасты айырып тындым. Өзін ғана ойлап, басқа түгілі баласының бақытын қызғанатын әйел кімге керек? Қартайған шағында жанына тыныштық іздеген жексен, мен жақсы болсам жанында жастықта жантайып, шайымды ішіп сораптап жатпас еді. Иә, кінәні өзімнен іздегенім дұрыс. Мен айыптымын. Кеудемдегі сасық көкіректі кіршіксіз махаббатқа айырбастасам, бәрі басқаша болар еді. Ей Аллам, адасып көзіне жел біткен пендеңді кешіре көр деп өзімнен өзім күбірлеп, көзіме жасым алынды. Бұл жалғыздық тәубеме келуім үшін Тәңірдің тағы бір сынағы секілді. Бірақ жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Бәрін кері қайтаруды ойлаған сол еді, кенет балам келінді алып үйге алып кіргенде, арайлап өзімен бірге күн кіргендей нұр шашылды. Келінім мен немеремді сағынғаным соншалық, еміреніп иіскеп, өзімен сүйе беріппін. Аяғының ауырлығын естігенде төбем көкке жетті. Жексенге де өкпем жоқ. Қатесін түсініп, қара кемпіріме ешкім жетпейді деп әзілдеп қояды. Сағыныш анасын іздеп тауып, бізбен ат жібін үзді. Сағыныштың жасаған әйтеуір бір алдына келер сөзсіз. Әпкеміздің үйін сатып, өз үйімізді кеңейттік те қолымыз қалдық. Қалғанына немеремді емдеттік. Түсінгенім, жүректерде кіршіксіз махаббат орын алғанда ғана бәрі де оңалып, өз орнына келеді екен.